Жыл сайын жол көлік оқиғаларынан қаза тапқандарды жиі еске алады. Қарағандылық жастар мен полиция қызметкерлері көзге көрін атты акция өткізді. Шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған жергілікті полиция қызметі, Қарағанды облыстық жастар бастамашылдығы орталығы мен жастар саясаты мәселелері басқармасы екендігін айта кеткен жөн. Сегодняшнюю акцию мы назвали «Акция под лозунгом «Засветись». В этой акции мы хотим акцентировать внимание и также популяризировать именно использование световозвращающих элементов пешеходами, как взрослыми, так и детьми. Потому что по статистике на сегодняшний день по области и по республике растет число наездов на пешеходов. Получается, наезды на пешеходы, именно появление их в неожиданных местах, переход в неустановленном месте, когда ребенок выбегает перед ближе идущим транспортом, также в жилом массиве, во дворах. Флешмоб ұйымдастырушылар акцияның мақсаты қараңғы мезгілде көше мен жол бойындағы қозғалыс барысында жаяу жүргіншілердің сырт киімдерінде жарық қайтарғыш бұйымдарды пайдалануды насихаттау екендігін айтады. Егер әрбір жаяу жүргінші қараңғыда көзге көрінсе, бұл жол көлік оқиғаларының көрсеткіші мен балалар жарақаты деңгейін төмендеуіне мүмкіндік берер еді. Аталмыш мәселемен жол көлік оқиғалар тақырыбына алаңдаушылардың қатарын арттыру мақсатында ұйымдастырушылар акцияға шығармашыл жастарды да шақырған көрінеді. Полиция қызметкерлері жарық қайтарғыш білезіктер жаяу жүргіншілердің түнгі уақытта қауіпсіз жолдан өтуіне арналғандығын айтады. Жылтыр әшекейдің арнайы дайындалған беті қозғалып келе жатқан көліктің жарығын шағылыстырады. Сол арқылы жүргізушіге жаяу жүргіншіні ертерек байқап, қақтығыстың алдын алуға мүмкіндік береді. Мұндай білезіктер үлкендермен қатар балаларға да қажет. Себебі жыл сайын әлемде жол көлік оқиғаларының салдарынан миллионға тарта адам қаза тауып, тағы 50 миллионға жуығы өмір бойына еңбек ету қабілетін жоғалтуға келіп соқтыратын түрлі жарақаттар алады.